Біз сізді басынуға жол бермейміз. Енді жастау тауықпен көрейік. Ондай сызық барлық қоғамның алдынан сызылған. Армысыздар замандастар. Сіз ойласып көрдіңіз бе? Сіздің құқыңыз толық қорғалған ба? Егер қорғалған болса, онда өркениетті елдермен тең дәрежеде неге өмір сүрмейміз? Егер қорғалмаған болса, онда кім келіп қорғау керек? Мен сіздерге бір эксперимент ұсынып көрейін. Енді жастау тауықпен көрейік. Орайда шығып үлгермеген балапан тауық. Бұны қардың үстіне жатқызайық. Алдынан бір сызық сызамыз. Сол кезде бұл да санасы тұмшаланып гипноз алып қалады. Енді сіз ойласыңыз, менің де алдымнан дәл осындай ұзын сызық сызылып тұрған жоқ па? Менің де санам тұмшаланып тұрған жоқ па деп. Ондай сызық сіздің ғана алдыңыздан емес, барлық қоғамның алдынан сызылған. Ол сызықтан шықпағаныңыз жұмыс берушіңізге, бастығыңызға, тіпті елді билеуші азғандай топқа да қажет. Осы күні өз қақысын талап еткен адамды бәлеқор деп атау белең алған. Дегенмен, сол өз қақысын талап ететін адамнан олардың ығып жүретінін де білесіз. Өз қақымызды өзіміз қорғамасақ, ешкім келіп бізге қорғап бермейді. Өз құқымызды талап етпесек, құқықтық мемлекет құра алмаймыз. Құқықтық мемлекет құрмасақ, демократияның иісі де шықпайды. Сізден біз елімізде болып жатқан мылтықсыз майданның жауынгерлеріміз. Менің атым Алмас Жұмағали, заң ғылымдарының кандидатымын және полиция мен сотта азаматтардың мүдделерін қорғап жүрген практик заңгермін. Біз сізді басынуға жол бермейміз. Біздің қайраткер практикалық курсында өз құқыңызды өзіңіз қорғап үйренесіз. Қатысам десеңіз, көрсетілген телефонның WhatsApp-ына хабарласыңыз. Әйтпесе, осы тауық сияқты жата бересіз.